Қатал тағдыр 5-ші бөлім. Соңына дейін көріңіздер, өте қызық. Жаңадан шыққан видеоларымды өткізіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басып қойыңыздар. Арада тағы бір жыл өтті. Таңшолпан мектеп бітіріп, үздік аяқтады. Мектеп бітірген күні кешке сыныптастар бас қосуға ауыл сыртына көлікпен шықты. Сол түні екі ғашық өзгелерден бөлек көлікпен оңаша кеткен еді. Жандос пен Таңшолпан ессіз сезімге беріліп, не бүлдіргендерін білмей қалды. Сүйіктісінен қайта-қайта кешірім сұраған жігіт, еш алаңдама жаным, бәрібір саған үйленемін деп жұбатты. Қанша сенгісі келсе де, қыздың көңіліндегі күмән сейілмейтін. Себебі ғашығының анасының сөздері есіне түссе мұңайып қалатын. Жандос сол түні ғашығын үйіне келін әкелдім деп апарғанда, әке-шешесі естерінен тана жаздады. Есің дұрыс па, мына қанішердің қызын қалай әкелдің? Деп айғайға басқан анасы Таңшолпанды шашынан сүйреп, үйінен қуып шықты. Әкесі Жандосты күшпен бөлмесіне қамап тастады. Әбден намысы тапталған қыздың жылай-жылай көше иттері үрсе де елемей үйіне сүйретіле зорға жетті. Төсектен әрең тұрған әжесі, «Құлыным, келдің бе?» дегенде, «Иә, әже, жата беріңіз» деген сорлы қыз бөлмесіне кіре салып көз жасын көл қылды. Сырын айтатын бір жанның табылмағаны. Мектепте де құрбысы жоқ еді. Көбісі қастарына жолатпайтын, тек Жандос үшін баратын. Жандостың ата-анасы тағы да сол қызды әкелетін болсаң, сені кешірмейміз деп қатал түрде ескертті. Таң атпай ұлын ертіп, алыс қалаға жолға тартты. Ақшаның күшімен тез арада виза жасатып, Жандос іштей ғашығын ойлап, шет ел асып кете барды. Ештеңеге зауқы болмай көңілсіз жүрген Таңшолпан тестке дайындалды. Әжесі екеуі таңғы астарын ішіп отырған кезде, үй жақтағы көршісі келіп, әжесімен хал сұрасып, ауылдың бүкіл өзегін айтатын. Сол көршіден Жандостың шетелге кеткенін естіген қыз көз жасын әрең тыйып, тамағындағы ащы өксіктен әрең отырды. Ертең ұбт болатын күні қобалжып жүрегі жарылардай боп, Таңшолпан әбден уайымнан азды. Кешкі уақыт болатын, әжесінің киімдерін реттеп отырған кезде есік тарсылдады. Соншама есікті қаққаны несі? Бар, есікті аша ғой, дегені сол еді. Әбден көнерген есікті теуіп кірген ұлы Марат еді. Сасқан ана, «Құлыным-ау» дей бергенде, «Өшір үніңді, мына иттің асырағаны қалай тірі қалған?» деп қатулы жүзбен Таңшолпанға қарады. Қорыққан байғұс қыз әжесінің бауырына тығыла бергенде, шашынан сүйреп, қабырғаға басын соққылады. Жан даусы шыққан кемпірдің даусына көршілері жүгіріп келгенде, Таңшолпан есінен танып, басы зақымдалған еді. Көрші ағалар Маратты ұстап, оңдырмай соққыға жыққанда, байғұс ананың қан қысымы көтеріліп, екі құлағы шыңылдап, мұрнынан су етіп қан кетіп, жедел жәрдем келем дегенше о дүниеге кете барды. Ес-түссіз 3 ай жан сақтау бөлімінде жатқан Таңшолпанды нағашы әжесі күнде көріп, жылап кететін. Дәрігерлердің айтуынша қыз күйзеліске түсіп, өмірге қайта келуге талпынысы болмағандықтан ұзақ уақыт комадан тұрмады. Марқұм әжесінің әруағы Таңшолпанды өмірге қайта әкелді. Нағашы әжесі Құран оқытып, Алладан немересін тез жазылуын сұрады. Әлі де анасының қайтыс болғанына қайғырмаған Марат іштей өз қызын өзі жек көруде. Өз қызын өлтірмек болды деген айыппен қайта абақтыға жабылды. Бұл кезде Сәуле өмірге эко арқылы ұл бала әкелген еді. Соның қызығына түсіп, тіпті қызының бар екенін де ұмытып кеткен еді.
қазіргі таңда ешкіммен араласпайды. Таңшолпанның жағдайы жақсарып палатаға шығарды. Есін жинағанда, әжесін сұрағанда ауырып келе алмады дегендеріне сенді. Әбден жағдайы жақсарып нағашы әжесінің үйіне келді. Сол кезде өз әжесінің марқұм болғанын естіп қатты қайғырды. Нағашы әжесі қойнына қысып, уайымдама, саған уайымдауға болмайды, соңғы кездері көп ауырып сенен жасырған екен, деп басу айтып жұбатты. Нағашы әжесінің арқасында жаңа өмірге қадам басқан Таңшолпан қайтадан кітап оқып, келер жылы оқуға тапсыруға дайындалды. Жалғасы бар.